Армысыздар, аптаның біз айтуға сіз білуге тұрарлық басы жаңалықтарын түйіндейміз. Бұл Жүзнеws. Бүгін талқыға түсер тақырып налар. Бенилюкс гамбиті. Тоқаев Брюссельге барып, 12 миллиард доллар инвестиция әкелді. Солтүстіктен соққан жел немесе бензин бере тұршы. Ресей Қазақстаннан бензин сұрады ма? Саясат, марапат һәм сөз бостандығы туралы Асылхан Мамашұлымен үлкен сұхбат. Енді рет-ретімен осы аптада президент Тоқаев Брюссельге сапарлады. Нәтижесінде 12 миллиард ақш долларынан асатын инвестициялық жобаларға қол қойып қайтты. Еуропаның екі шұқып бір қарайтын тымсақ бизнес үшін бұл капитал көлемінің аз еместігін айтып жатыр сарапшылар. Тоқаев Еуропалық кеңес президенті Антонио Коштамен және Еуропалық комиссия президенті Урсула фон дер Ляйенмен кездесті. Бұл екеуі Еуроодақтың бүгіні мен ертеңін бағамдап отырған басты тұлғалар. Сондай-ақ Еуропаның бизнес акулалары жиналған Қазақстан Еуроодақ дөңгелек үстелі де ұйымдастырылды. Еуропаның инвестициялық банкі Қазақстанның жол инфрақұрылымына 150 миллион еуро бөлетін болды. Қазақстан Францияның Airbus компаниясынан 50 ұшақ сатып алмақ. Тағы бір даниялық компания елде жұмыртқа зауытын салып, енді бірі жезқазғанда күкірт қышқылын өндірмек. Бұл жерде ескеретін бір мәселе бар. Қазақстан минералды жай ғана шикізат түрінде сатуды көздеп отырған жоқ. Керісінше офтейк келісімдері негізіндегі ынтымақтастық жолын ұсынады. Яғни еуропалықтар минералдарды Қазақстанға өңдеп, қосылған құны жоғары өндіріс тізбегін құрады. Тоқаев Брюссельге орта дәліздің мәртебесін бекіту үшін келді деп жазды осы күндері Euronews. Қытай мен Еуропаны орталық Азия арқылы байланыстыратын орта дәліз маршруты бұл сапардың күн тәртібіндегі жалғыз мәселе болмаса да басты сұрақтың бірі екені рас. Бұл жол Қытайдың шығыс жағалауындағы Ляньюнган портынан басталып, Сиань қаласындағы Басқаб арқылы өтіп, Қазақстанға кіреді. Одан әрі оңтүстікке қарай Өзбекстанға, ал батысқа қарай Каспий теңізіне тармақталады. Содан кейін теңіз жолы арқылы Әзербайжан мен Грузия порттарына жалғасып, Румыния, Венгрия және Польша хабтарымен аяқталады. Қазіргі геосаяси жағдайда бұл Қытай мен Еуропа арасындағы жүк тасымалы үшін өте маңызды транзит жолы, әрі орта дәліз Ресей арқылы өтетін солтүстік дәлізге қарағанда шамамен 3000 шақырымға қысқа. Бұл өте ауқымды міндет. Транзит жолы біздің экспорттаушыларымыз бен импорттаушыларымызға көмектесіп, Еуропа мен Азия арасындағы сауданы жандандыруы тиіс. Брюссель сапары барысында 10 тармақтан тұратын бірлескен мәлімдеме қабылданды. Оның ішіндегі қарапайым қазақстандықтар үшін маңызды жаңалық бар. Еуропаға жаңа әуе рейстері ашылады. Визалық режим жеңілдей түспек. Яғни Шенген визасын рәсімдеу кезінде қажетті құжаттар тізімі қысқарады. Консулдық алымдар азаят және азаматтардың кейбір санаттары үшін виза алу тәртібі жеңілдемек. Бензинсіз қалған Ресей Қазақстаннан көмек сұрап жатыр деп жазды осы аптада Reuters агенттігі. Украиналық дрон шабуылдарынан кейін бірқатар ресейлік мұнай өңдеу зауыттары істен шыққан. Нәтижесінде елдегі бензин өндірісі 25%-ға қысқарыпты. Тағы сол Reuters Мәскеу мұнай өңдеу зауыты кемінде 6 ай жұмыс істемеуі мүмкін деген болжам айтады. Қазақстанның жанармай өндіру көлемі Ресеймен салыстырғанда айтарлықтай аз. Сондықтан сарапшылар ықтимал жеткізілім көлемі де шектеулі болады деп есептейді. Сонымен қатар қазіргі таңда елде бензин қоры жеткілікті болғанымен 26 маусым мен 20 шілде аралығында Атырау мұнай өңдеу зауытының жоспарлы жөндеуге тоқтауы қолдағы қордың азаюына әсер етуі мүмкін. Қазақстандағы арзан жанармай бұрыннан бері көрші елдер үшін тартымды ресурс. Бір ғана Қордай бекетінде күн сайын мыңдаған көлік багына сыйғанша бензин құйып Қырғызстанға өтіп жүр. Себебі екі ел арасындағы баға айырмасы 200 теңгеден асады. Ресеймен жағдай бұдан да күрделі. Қазақстан мен Ресей арасындағы автокөлік өткізу бекеттері Қырғызбен ортадағы өткізу орнынан 3 есе көп. Қазақстан мен Ресей шекарасын тәулігіне 15 мыңнан 25 мыңға дейінгі автокөлік кесіп өтеді. Егер әр көлік толық 70 литрлік бакпен жүретін болса, онда тәулігіне шамамен 2 миллион литр, ал айына 60 миллион литр немесе 40 мың тоннаға жуық жанармай алып шығуға болады. Бұл Қазақстандағы орташа айлық бензин тұтынуының 10-нан 1 бөлігі деген сөз. Егер бұл көлемдер Қазақстан аумағына біркелкі бөлінсе, жүйе оларды көтере алады. Алайда сұраныс шекаралас өңірлерде шоғырланған жағдайда солтүстік және шығыс Қазақстанда жанар жағармай тапшылық туындауы мүмкін. Біздің мұнай зауытының мүмкіндіктері жұрт ойлағандай керемет емес. Жаздың кезінде кейбір кезде ремонтқа тұрып жатады. Осының бәрін ескере отырып, үкіметтің тиісті қаулысы басқасы шығу да керек. Яғни біздің
алдағы уақытта мысалы үшін егін орағын қамтамасыз ету үшін қанша дизель керек, қанша азаматтар енді жаздың кезі көбісі қозғала бастайды, біреу ауылына барады, біреу Алакөлге барады, басқасы болады. Осының барлығын ескере отырып, аймақтық резервтер мен республикалық резервтің жағдайын есептей отырып шешім қабылдау қажет. Ал елдің энергетика министрі Ерлан Ақкенженов көршінің бұл бұйымтайына қатысты пікір білдірді. Ресей тарапынан бізге ресми түрде ешқандай өтініш түскен жоқ деп қысқа қайырды министр үкімет кулуарында. Алайда сұрай қалса, көршінің қолын қақпайтынын меңзеді. Ешқандай не бейресми, не ресми сұраныстар болған жоқ, жолдамады. Ал сұраса ше? Нақтылап қараймыз. Получается, ни по бензину, ни по другому топливу Россия... У нас не было никаких, я уже 4-5 раз вашим... Коллеги, давайте еще раз. Никаких запросов официально с российской стороны по импорту казахстанского топлива не было. В случае, если поступят государственные органы, соответствующим образом все эти запросы рассмотрят. Какие объемы мы готовы будем предоставить, если такой запрос? Вопрос, опять-таки, вот вы прослушали, я говорил, рассмотрим. Осы аптада Астананың ауруханасынан ауыр хабар жетті. Әскерден жарақат алып, 3 жылға жуық өмір үшін күресіп келген сарбаз Ербаян Мұхтардың жүрегі мәңгілікке тоқтады. Ол бүгін 24 жасқа толар еді. Ербаянның қазасын біздің қоғам ауыр қабылдады. Өйткені бұл бір ғана отбасының қайғысы емес еді. Оның тағдыры әскерге баласын жіберген әр ата-ананың алаңын күшейтті. Қазақстандықтар оның емімен оңалтуына қаражат жинап, отбасына қолдау білдірді. Түркияда емделіп, кейін елге оралған еді. Ербаянның туыстары Астананың ақ халаттыларын дұрыс күтім көрсетпеді деп айыптады. Министрлік арнайы мәлімдеме де жасады. Дәрігерлер 3 жылға жуық уақыт бойы науқастың өмірін сақтап қалу үшін күресті. Алайда аса ауыр бас ми жарақаты мен оның салдарынан туындаған асқынулар науқастың өмірін сақтап қалуға мүмкіндік бермеді. Бұл оқиға әскердегі қауіпсіздік мәселесін қайта күн тәртібіне шығарды. Ресми нұсқа бойынша ол дәретханада құлап, бастан жарақат алған. Алайда марқұмның туыстары бұған күмән келтіріп отыр. Сарбаздың отбасы істің жан-жақты, тәуелсіз әрі ашық тергелуін талап етіп, әлі әділдік іздеумен келеді. Осы аптада Қорғаныс министрлігі қылмыстық істің әлі де қаралып жатқанын хабарлады. 28 маусым бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күні. Ақорда жылда журналистерді жинап марапаттайды. Бұл жолы да бұл дәстүр ұмыт қалған жоқ. Бір қатар бақ өкілдері президенттің қолынан арнайы сыйлық алды. Ал осы мәселені біз Жүз медианың ақ студиясында тәуелсіз журналист Асылхан Мамашұлымен талқылаған едік. Журналистер күнінде қазір сый-сияпат таратады ғой енді. Жылда таратады, болып жатқан нәрсе, біреу қуанады, біреу ренжейді оған, біреу қызғанышпен қарайды, біреу қызғанбаңдар деп айтады. Мен бәрін түсінемін адам ретінде да. Бірақ бір нәрсе бар да, біріншіден әрине журналист ондай сый-сияпат алуында болмайды. Ол журналистика этиканың басты мәселесі сол енді. Егер алсаңыз, сіз оны сынай алмайсыз, оны ол туралы жаза алмайсыз, теге оны тек қана дәріптеуге, мақтауға тура келеді. Сен тәуелсіз болма, тек қана мені мақтай бер, таңнан кешке шейін дейді. Болды, сосын саған береміз келесі жыл. Келесі жыл болмаса одан кейін аласың дейді. Ол бүгін біреудің алып жатқан көрген журналист, ол үндемейді. Өйткені ананың қалай отқан көріп отыр ғой. Сол келесі жыл аламын деп соған ынталанады. Жалпы жүлде беретін болса, оның барлығы тәуелсіз комиссиялар арқылы, тәуелсіз ұйымдар арқылы берілуі керек. Ол министрліктің мынаның әкесі жақсы, мынаның көкесі жақсы деген сияқты әңгімелермен емес. Ондай жемқорлыққа баратын нәрсе шындап келген кезде. Бұл сұхбаттың толық нұсқасын Жүз медианың YouTube арнасынан көре аласыз. Ал аптаның айтары осы. Жүз медианы оқи жүріңіз, Жүз Ньюсте жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.